Мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Жандос Сәрсеновтің айтуынша, бүгінгі күні сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмыс ең алдымен алдын алуға бағытталған. Ағымдағы жылдың басында қоғамдық бақылау картасы жобасы іске қосылды. Әлеуметтік желілер мен департаменттің жедел желісі арқылы облыс тұрғындарынан 73 өтініш келіп түсті. Из поступивших 73 обращений 20... 73 өтініш келіп түскенде 20 өтініш білім беру саласындағы проблемаларға, атап айтқанда мектептерде, университеттерде, колледждерде ақша жинау, балабақшаларға кезекке тұруға қатысты. Барлық шағымдар бойынша түсініктемелер берілді, кінәлі адамдар сотқа тартылды. Әкімшілік жауапкершілікке тек мемлекеттік қызметкерлер ғана емес, жалпы облыс тұрғындары да тартылды. Биылғы жылы тұрғындардың өз тарапынан заң бұзған фактілер анықталды. 2 адам мемлекеттік қызметкерге алғыстарын ақшалай білдіруге ниет еткен. Нәтижесінде әрқайсысы 200 мың теңгеден аса айыппұл төлеуге мәжбүр болды. В данном случае хотелось бы отметить, что сообщение... Мемлекеттік қызметшілердің осындай заң бұзушылықтар туралы хабарлауы баса қызметшілерге жақсы үлгі екенін атап өткім келеді. Жоғары сапалы мемлекеттік қызмет көрсету мемлекеттік саясаттың тағы бір басымдылығы. Жыл басынан бері департамент мамандары 30 мың бұзушылықты анықтады. Тексерулердің қорытындысы бойынша 30-дан астам жауапкершілікке тартылды. Брифинг барысында Жандос Сәрсенов мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау, әдеп жөніндегі кеңестің жұмысына да тоқталды. Сондай-ақ еңбек заңнамасын бұзған басшылар да тиісті жазасын алатынын еске салды. Мемлекеттік қызметшілердің белгіленген уақыттан артық жұмыс істегені үшін де 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Райхан Сәрімбек, Аман Хамид, Сарыарқа.